Абай бабамыз дәл ғана асырап жатты ғой. Бүгінде бүкіл халықты осы Абай асырап жатыр деп айтуға болады. Кеше ғана облыс әкімі Берік Уәлиұлының бастамасымен комиссия құрылды. Сол комиссияның ішінде біз бармыз. 180 жылдыққа байланысты үлкен қарқынды жобалар жүзеге асып жатыр. Бұл ең бірінші, мысалы, қаржының көлемі. Қаржы тек қана осы облыс емес, басқа облыстардың барлығы да осы белгілі бір нысандар салып беруге, белгілі бір жағдайда көмектесуге, материалдық жағынан көмектесуге құлшыныс білдіріп, соны жасап жатқандарына бізді қатты қуанып отырмыз. Біз өзі Абайдан алыстап бара жатырмыз ба, әлде Абайға жақындап келе жатырмыз ба деген сұрақты мен көбінесе қоямын. Біз Абайды дұрыс түсіну үшін ең бірінші біз қазақша түс көретін ұрпақты тәрбиелеуіміз керек. Бізде қазір қазақша түс көре алатын, қазақша өзінің ойын жеткізе алатын ұрпақ азайып бара жатыр деп айтуға болады. Біз айтамыз ғой, қазақтың тілі бай тіл, қазақтың тілінде мысалы сөз қоры осыншама. Пушкин менен Толстойдың шығармаларын алып қарасаңыз, бүкіл шығармаларында осы сөз қолданса, Абай жолында одан бәленбай есе көп. Қазақтың мысалы жылқының атаулары 40-тан немесе 70-ке жуық жылқыны түстеп беруімізге болады деген сияқты біз көпірме сөздер көп айтамыз. Ал енді тілшілер немесе әдебиетшілер осы мәселені зерттеп қараса, бүгінгі күнде біз қазақтың сол бай тілінің қанша пайыз пайдаланып жүрміз? Қанша пайызын біз пайдаланамыз? Сондықтан да қазақтың мына қаймағы қозымаған тілі көбінесе мынау шеттен келген қандастарымыз, Монғолиядан, Қытайдан келген қазақтарымыздың тілінде қалып қойған. Біз қазір үлкен орыстану саясаты жүргізіліп жатыр. Қазақ мектептері мен орыс мектептері дедік, қазақ мектептерін көбейтеміз дедік. Екінші бір мәселе бар, мысалы, аралас мектеп дейміз. Әрине, орыс тілін білуіміз керек. Оған қарсы жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Бірақ біз өзіміздің тілімізде мақтауымыз керек. Біреу маңа сансиын салы дейін салбыраңқы тартты жыртық киім деген Абайдың өлең жолын талдап беретін қазір бізде мұғалімдер аз. Сол себепті де Абайды халыққа жақындату үшін ең алдымен біз сонау балабақшадан, мектептен бастауымыз керек. Абайды болсын, Алаш абыстарын болсын, басқалары болсын, біз мінсіз етіп көрсетеміз. Мінсіз, безупречный. Олардың барлығы да адам баласы. Абай айтады, бойдағы мінді санасам тау тасынан аз емес. Абай да адам баласы болды, Абай да пенде болды, Абай да шатасты. Абай да жаңағыдай қиын қыстау кезеңдерді алысты, жұлысты, сол көп қазақтың ішінде бірге жүрді, болыстық қылды. Өзінің інілері, өзінің балаларын барлығын тоғыттың ішінде болыстыққа қойды. Өзі сабалды, сол болыстыққа таласып жүр. Соның барлығына қайбырда халықтан безді, өзінің елінен кетем деді. Міне осындай Абайдың трагедиясын барлығын ашып түсіндіріп бермей, Абайды безупречный, жаңағыдай керемет әулие көрсету, ол Абайға қыстата еді. 19 ғасырдағы біздің қарапайым ғана деректерімізді қарасақ, бізде архив жоқ. Бірде-бір Абайдың өлеңі біздің қолымызға өзінің қолымен жазылған бірде-бір өлең жеткен жоқ. Сенатқа жазған хаты тағыдан аспа деген сияқты өзінің қолымен жазған. Соның бәрінде ең ауызған жиналды. Сонан кейін де Абайдың өлеңдегі текстологиясы әлі күнге дейін дұрысталып жатыр. Абай өмірде болған ба, болмаған ба деген сияқты кітап қойып, соған тұрсын жықпай жанталасып Абай өмірде болған дәлелдеп жазып жүр. Бұл не деген сөз? Бұл бізде тарихтың, деректердің сақталмауы, бізде архивтің сақталмауы, бізде ешқай батырларымыздың фотосуреттерін жоқты. Сіз 19 ғасырдағы Париждегі немесе Лондондағы суреттерменен біздің киіз үйдегі біздің қазақтың байларының суретін салсақ көріңіз, сонда біз қай жерде, қай ғасырда қалып қойғанбыз. Біз сонда мысалы бір ғасырға жуық Европада қалып жатты. Біздің мәдениетіміздің бәрі тозды, біз соғыс даласына айналдық. Одан кейін бар 17-ші жылдағы революция, одан кейін ашаршылық, одан кейін
репрессия, одан кейін ұлы отан соғысы. Біз есімізде 60-шы жылдар жиған кезде соғыстың таза моданын адам жиғанбыз. Біз біріндеп тәуелсіздік алғанымызға риза болып, осы жоқ дүниеміз қазір жинақтап алуымыз керек. Енді бір ғана мен мысал айтайын. Ахмет Риза медресесінде Абай 3 жыл оқыды дейміз. Енді Абайдың класстастары кім? Бізде ондай дерек жоқ. Абайда мұғалімдер кім болған? Ондай да дерек жоқ бізде. Мен қазір саусақпен санаулы күні абайтанушыға атап беремін. Ал қалғандардың барлығы өзіне өзі ат қойып жүрген абайтанушылар. Сол кісілер. Енді ол әуез темасында әуез, Қаймұхамедхан, одан кейін Мекемтас Мырзахмет, Қарихолла Есім деген сияқты адамдарды атап, Тұрсын Жұтбай деген сияқты адамдарды атап көрсетуімізге ол. Қытайдың Конфуций ілімі бар. Конфуций институты бар. Ол әлемнің бәленбай мемлекетінде, тіпті Қазақстанның өзінде 4 Конфуций институты бар. Мен Конфуций институтымен жаңағындай қоям отырып жұмыс істеген адамдардың бірімін. Ол Жұбан университетінде ректор болып тұрған еді. Сол Жұбан университетінің іргесінде Конфуций институты. Бұл таза қытайландыру саясаты. Бұл енді бізге әрине құлағымызға түрпідей тиюі мүмкін. Бірақ сол Конфуций институты арқылы Қытайдың өнерін, Қытайдың мәдениетін, Қытайдың руханиятын әлемге жаю, ар жағында қытайландыру саясаты тұр. Қытай тілін үйретеді, Қытайдың мәдениетін үйретеді. Ең жақсы деп сол Конфуций институтында Қытай тіліне үйренуге келген балалардың барлығын алып, ішімен ең мықтыларын екшеп, солардың барлығын бүкіл Қытайдың ең мықты деген қалаларын бір ай жаңағыдай тегін аралатады. Ол балалар одан кейін Қытайға оқуға кетеді. Ол одан кейін біздің Қазақстанға айналып келе ме, келмей ме, келген күннің өзінде де ол қандай саясаттан келеді. Міне осы мәселелер ол бір ғана жағы. Ал көптеген оның жақтары бар. Конфуцийдің ілімін білмеген Қытайдың бірде-бір адамы, сол ілімді бойына сіңірмеген адам, ол мемлекеттік қызметке алынбайды. Мемлекеттік қызметке алынған немесе қаржысы көп миллиардерлардың барлығы да осы Конфуций институты арқылы бүкіл Қытайдың білім саласына, ғылым саласына, ғылымның дамуына миллиардтаған қаржылар жылына құйып отыр. Біз сондай қалталы азаматтарды дайындау үшін ол Абайдың ілімі Конфуцийдің іліміне ешқандай да кемшілігі жоқ, артық жақтары дағы. Міне сондықтан да дүние жию, мал жию тағдалас емес, ғылыммен бірге көңіл бөлу мәселесін айтты. Сол ғылыммен бірге біз көңіл бөлу мәселесіне қатты назар аударуымыз керек. Абай енді арбалап кітап тасыған. Баймағамбет пен өзі арбалап кітап тасыған сонау Жүкебайға. Одан кейін ол кітаптың барлығы шәкәрімде алды. Шәкәрім анау Меккеде батқан кезде Стамбулда қаншама кітаптар жинаған. Одан кейін Халилулла Абайдың інісі Бесейде оқыған кезде Санкт-Петербургтан қаншама кітаптар жинаған. Міне сол кітаптар қалда. Бұл кітаптар біреулер алса қайда кетті? Абайдың 175 жылдығында осы Аққубайдың бір ұрпағы осы жерге келіп, жаңағыда президентпен кездесуге болды. Ол кісі сол Менеде тұрады, сол Алматыда ауыз сүріп жүрген адам. Сол енді ол кісі жаңағыда зейнеткерлік жасқа жақындап қалған деген сияқты. Әрине енді олардың барлығын үлдемен бүлдеге орап отырғызып қою дұрыс емес деп ойлаймын. Енді оның ұрпағы көбінесе енді орыстанып кетті. Кеңгірбай бидің жаңағыдай өскіні Құнанбайды зере жетелеп алып барып, сол Кеңгірбайдан бата алған кезде Кеңгірбай теріс бақасын беріпті. 7 атан 9 ата толғанша тұңғылыңды ешкім ашпасын, 9 ата толған соң тұтаға қай боларсың деген сияқты. Соны зере ені жылап келген кезде Өскенбай сұрапты, не болды деп. Сонда осындай теріс бата берді деген екен. Оның өзіне де тәуба деп Құнанбайды, жаңағыдай Құнанбай шыны Құнанбайдың ұрпағы 9 ата толғанға дейін ешқандай жаңағыдай шашау шықпайды. Одан кейін репрессия басталған кезде Құнанбайдың қуғын көрген ұрпақтары деген кітап шықты. Сонда бүкіл Құнанбайдың ұрпақтары барлығы репрессияға ұшырады,
жаңағыдай шашылыққа ұшырады, қалғандары еркектендіктер соғысқа кетті, тағы да басқа деген сияқты. Шында да Кеңгірбайдың сол сөзі келген еді. Сонда ар жағында бақ Кеңгірбай неге теріс бата берген деп. Сонда Кеңгірбай дұрыс бата берсе, енді ол ел аузындағы сөз қой, біз қасында болған жоқпыз. Дұрыс бата берсем, менің бүкіл құтымның барлығы да жаңағы Құнанбайға кеткелі тұр деп өзінің ортағын сақтау үшін жаңағыдай алтын арақ ұстаған сондай бата берген екен деген ел ішінде сөз бар.